Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде ұлы жеңістің 80 жылдығына орай ерлікке тағзым ескерткіш тас белгісінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Іс-шараға оқу ордасының басшылары мен ұстаздары, ардагер ұстаздар мен Кеңес одағының батырлары атанған университет түлектерінің ұрпақтары, сондай-ақ білім алушы жастар қатысты. Көркемдік композиция Кеңес одағының батырлары Мәлік Ғабдуллин, Леспек Жолдасов, Қанаш Қамзин, Құдайберген Сұрағанов, Рахымжан Тоқатаев, Ахмедияр Құсайынов, Сәду Шәкіров, Евгений Бреусов, Жолдыбай Нұрлыбаев және майданға аттанған қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттері студенттері мен оқытушыларына тағзым ретінде қойылды. Ескерткіштің ашылуы Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батырларымызды ұлықтап, олардың есімдерін ұрпақ санасына мәңгі есте қалдыру мақсатында ұйымдастырылды. Бұл соғыстың оты шарпыған Қазақстанда отбасы кемде-кем. Соның ішінде міне осы жеңістің келуіне үлкен үлес қосқан еліміздің бірегей жоғарғы оқу орындарына біздің Абай университеті болып табылады. Университетіміз қазақ жоғары білімнің тұңғыш қарашаңырақ тұңғыш университетінде осы университеттен майданға 200-ден астам студенттер, оқытушылар кеткен болатын. Міне солардың ішінде мына Қазақстан бойынша 497 Кеңес одағының батыры шығатын болса, соның 9 Кеңес одағының батыры біздің университеттен шыққан азаматтар. Оның ішінде осы университетті 12 жыл басқарған Совет одағының батыры ғалым Мәлік Ғабдуллин да бар. Шара барысында университет түлегі ректоры Кеңес одағының батыры Мәлік Ғабдуллинге арналған дәрісхана ашылып, оның Қазақ халық ауыз әдебиеті кітабының тұсаукесері өтті. Осы университетіміз осы орайда Мәлік Ғабдуллин 110 жылдығына арнайы аудитория ашып отырмыз. Осы орайда жалпы Мәлік Ғабдуллиннің ғылыми мирасын дәріптеп, бүгін осы мерейтойға орайластырылған үлкен конференция жоспарланып отыр. Салтанатты шара Кеңес одағы батырлары ұрпақтарына және арнайы шақырылған қонақтарға университет студенттерінен құралған талантты өнерпаздардың қатысуымен ерлікке тағзым атты концерттік бағдарламамен жалғасты.